Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмі ерекше болып шығатын ас мәзірін дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бірінші кезекте ішіне салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге фарш және осы 2 дана пиязды жақсылап майдалап турап араластырып алуымыз керек. Енді пияздың біреу үлкен болғандықтан жартысын алып қалдым. Орта 2 пияз қоссаңыздар жетеді. Келесі кезекте жуылып дайындап қойған күрішімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бұрыш және тұз және кинзаның майдаланған түрін қостым. Келесі кезекте осы салманы жүзімнің жапырағына салып дайындайтын боламыз. Жүзімнің жапырағын алдын ала жылы суда жуып дайындап қойыңыздар. Жүзімнің жапырағын бәрін орап алдық. Енді келесі кезекте болгарскийді жасайтын боламыз. Болгарский міндетті түрде осындай болу шарт емес. Кез келген болгарскийді қолдана берсеңіздер болады. Фаршыңыз құрғақ болып қалмас үшін 1 пиала жылы су қосып жіберіңіздер. Болгарскийімізді салып дайындап қойдық. Келесі кезекті оны мантаваркамызға жайғастырып шығамыз. Яғни біз бұның барлығын буда парда пісіретін боламыз. Астын қаламасаңыздар, егер майламасаңыздар да болады. Бетіне осылай бір пакетикті жарып, бетін жауып қойыңыздар. Өйткені сухой болып қалмас үшін болгарларыңыз әдемі болып шығады, жұмсақ болып піседі. Келесі кезекте бетіне подливасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай 1 дана пиязды үлкен етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турап алсаңыздар
өте дәмі керемет және түрі де әдемі болып шығады. Келесі кезекте 3 дана картошкамызды тураймыз. Қалауларыңыз бойынша сәндеп турай беріңіздер. Капустаны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Капустаның ішіндегі осындай қатты өзектерін алып тастаңыздар, өйткені бұл бәрібір тамақта да қатты пісе қоймайды. Ендігі кезек қызып тұрған майымызға пиязымызды қуырып аламыз. Тамақты әр қуырған кезіңізде бетін 1-2 минутқа жауып қуырыңыздар, сонда өз дәмі өзінде қалады. Картошкасын да дәл осылай қызартып әдемі етіп қуырып алыңыздар. Келесі кезекте капустаны саламыз. Оны да осылай жақсылап бетін жауып қуырып аламыз. Қуырып жатқан кезде тұзын салып жіберіңіздер. Және де 1 қасық томат қосыңыздар. Бір 2 минутқа бетін жауып қойып, және қайнап тұрған ыстық суымыздан құйып, 20-25 минут аралығында жай отта қайнатып аламыз. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Ал осымен біздің тамағымыз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеп дастархандарыңызға тарту етсеңіздер болады. Осымен біздің асымыз дайын. Ас болсын баршаңызға. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.